Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай лаваштан жасалған вафли, ішінде салмасы бар, қонаққа ұялмай қоятын дәмді тағамдың рецептісін көрсеткім келіп тұр. Барлығын видеоның астына жазып кетемін, рецептісін қандай заттар қажет болатынын. Бірінші бізге лаваш қажет болады. Лавашты біз осындай мен тарелкамен өлшеп алдым, дөңгелектеп. Сосын мене 10 бөлік шықты, 10 дөңгелек бөлік. Осыдан мен ортасына салмаларды салып, қазір әдемілеймін. Мен тарелкамның көлемі 22 сантиметрден болды. Мұқият болыңыздар, лаваш жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан әдемілеп, ұқыпталып барлығын жасау керек. Осы енді лаваштардан орап, тіс шұқышпен бекітіп, жиегін жұмыртқа жағып, жұмыртқаның сарыуызын жағып, бетіне кунжут сепсеңіздер болады, бірақ менде кунжут болмағандықтан кунжут сеппедім. Сосын мына дөңгелек тұру үшін тапада мен жиегін біркелкі етіп кесіп алдым. Енді жұмыртқамды жағып, пеште 5-7 минутқа қызған пешке қойып аламын, сырты қытырлақ болу үшін. Енді әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Неке ішіне салатын салмамыз бізде картошка, сәбіз, соленый огурцы, жұмыртқа, осыларды майонезбен араластырып, тұз дәмдеуіштерін қосып араластырып аламыз. Неке салмасы дайын. Осы салманы енді дайын лаваштарымызға, вафлиларымызға саламыз. Неке салып болғаннан кейін дайын тұрған аскөкке жиектерін малып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жиектерін малып аламыз. Сосын ортасына неке кукуруз, одан кейін анардың дәндеріне малып аласыздар. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, әртүрлі әдемі рецепттер шығарып тұратын боламын. Неке осындай әдемі вафлиларымыз дайын болды. Қонаққа ұялмай қоясыздар. Өте әдемі хит. Қазіргі дастарханның хиті десек те болады. Неке ешқандай қиындығы жоқ. Бір жасағаннан шығады. Қытырлап, балаларым сол моментте жеп қойды. Қонақ келгенде осылай мен жасайтын боламын. Өте әдемі, дастархан сәнін келтіретін тағамдардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай қиындығы жоқ. Ас болсын,